Тышқан жылғы дүрбөлең. Ұлыстың ұлы күні 22 наурызда күн менен түн теңеліп, ағаштар жап-жасыл бүршік жарып, төртлік мал төлдейтін, аң құстың тұқымы өрбіп, ұлы табиғаттың жаңаратын мезгілі жыл басы келгенде, құйтақандай төрт тышқан індерінен атып шықты. Олар ата тышқан, ана тышқан және көздері жылт-жылт етіп, айналасына таңырқай қараған екі бала тышқан болатын. Зып етіп, қырдың үстіне шыққан ата тышқан жар салып, «Алақай, биылғы жыл біздікі, біз жыл патшасымыз. Осыны жыл 12 ай бойы күттік емес пе? Енді бір жыл бойы біз билік құрамыз. Жер бетіндегі жәндік атаулы, хайуанаттар мен бүкіл адам біздің айтқанымызбен жүреді. Ал кеттік» деп, ол ана тышқан мен бала тышқандарын соңынан ертіп, қала жаққа қарай қара жолмен тартып берді. Әке, біз сонда адамнан да күштіміз бе? Қалай жыл патшасы боламыз деп шиқы. Аяғы аяғына тимей жорғалып келе жатқан бірінші бала тышқан. «О, балақандарым, тыңдаңдар. Жыл атаулы мұна бізден басталады. Адамыңның өзі тірлігін бізбен есептесіп жасайды» деп, мойнын кейін бұрып, ата тышқан бөсіп қойды. «Әке, біз мысықтан да мықтымыз ба?» деді екінші бала тышқан. «Әрине, мысық мықты болса, неге онымен адамдар санаспайды?» «Әкесі-ау, алдымен балаларға біздің бабаларымыздың қалай жылбасы болғанын айтып берсеңізші» деді ана тышқан майысып қана. Ана тышқанның отқа май құя сөйлеген сөзі майдай жағып, ата тышқан 77 аталары туралы әңгімені бастай жөнелді. «Иә, біздің баба тышқан деген ең ұлы атамыз баяғыда хайуанаттардың жылға таласқан құрылтайына қатысыпты. Жыл келерде сиыр, парыз, қоян, ұлу, жылан, жылқы, қой, мешін, тауық, ит, доңыз сияқты жануарлар жиналып, кімде-кім күннің шыққан бірінші көрсе, жылдың басы сол болады деп өзара келісіпті. Содан жануарлар түнімен көз ілмей шығысқа қарап отырыпты дейді. Түйе болса, «Әй, менің бойым бәрінен де биік. Қиналмай-ақ күнді бірінші өзім көрем ғой, сондықтан да ұйықтап алсам да болады» деп көзін жұмып мызғып кетіпті. Біздің дәу бабамыз өте ақылды да айлалы екен, жорғалап түйенің жотасына шығыпты да, құлағының ұшына отырып алып, жан-жануардың бәрінен бұрын күнді көріп қалыпты да, «Алақай, алақай, күнді көрдім алақай, қулығыммен, ақылыммен бәрін жеңдім алақай» деп жар салыпты. Жануарлар шығыс жаққа мұқият көздерін қадай түсіп, бір кезде оларда жарық күннің барша әлемге нұрын молынан шашып, көтеріліп келе жатқанын көреді. Содан күн шапағын кейін көрген сиыр, парыз, қоян, ұлу, жылан, қой, мешін, тауық, ит, доңыз сияқты жануарлар баба тышқаннан кейін оларда бір жылдан бөлісіп алыпты. Ал бойына сенген түйе жыл атауынан құр қалған екен. Содан бері 12 жыл бойы күтіп, өз билігіміз болатын жылды күтеміз. Міне, биыл біздің жыл деп әңгімесін бітірді. Бұл аңызды естіген бала тышқандардың аузы ашылып, «О, біз мықты атаның балалары екенбіз ғой, текті екенбіз ғой» деп, бойларын мақтаныш кернеп, әке-шешесіне еріп үлкен қалаға келіп жетіпті. Алатаудың етегіндегі үйлер зәулім, көркем бақтарының ағаштары тұмсық өтпес қалың, суағарларынан сылдырлап, мөп-мөлдір суағып жататын әсем қаланың ішінде мүлгіген тыныштық орнап тұр екен.
әншейінде күні түні тыным таппайтын қала халқының қарасы да көрінбейді. Көшелер тым-тырыс. Бір-біріне жол бермей төбелесіп қала беретін көліктердің дабырлаған дыбысы да сап тиылған. Наубайханалар иісі мұрын жаратын тәтті нан пісіріп, дәмханалар буын бұрқыратып, асын дайындап, ұзын мойын мұржаларынан түтіні будақтап жататын завод фабрикаларының меңірейіп үнсіз тұрған несей, дәу қаланың мына тыныштығы жан шошытады екен. Тышқандар айналасына таңдана көз жіберіп тұрғанда, кенет алдыларынан тұмылдырық киген дәу қара ит шыға келеді. Тілдесер бір тірі жанның табылғанына қуанған ата тышқан «Ассалаумағалейкум ит аға» дейді, қап-қысқа қолын ала жүгіріп. Ит оны созған қолын кері итеріп: «Сәлем тышқан, қолыңды ұстай алмайым, оған сен ренжіме. Биылғы сенің жылың өте жайсыз басталып тұр» деді кейігендей үнмен. «А? Не болды? Менің жылымның басталғаны бүгін ғана емес пе?» деді ата тышқан. «Иә, сен басталмай жатып, тәж-тажал деген бәлені ала келдің ғой. Елді дүрбелеңге салып деп, ренішін ақтарып сал» дейді. «Тәж-тажал несі?» деп, ана тышқан баж ете түсті. «Тәж пішіндес бір вирустан ауру тарады. Ол тиген жерін жалмап барады. Емі жоқ» дейді. «Мен тұрмақ, адамдар да тұмылдырық киіп, қолдарына қолғап киіп, бір-бірімен алыстан ғана амандасады. Қорыққандар сондай, үйлерінен де шықпай, бәрі қамалып отыр. Балаларын тауық құсап, бауырларына басып алып, тек терезелерінен ғана далаға көз салады». Мына жаңалықтан тышқандар шошып болды. Ана тышқан: «Бізге жұқпай ма екен?» деді. «Жоқ, ол ауру жан-жануарларға жұқпайды» дейді, «тек адамдарға ғана қауіпті екен» деді ит. «Сонда не, биыл Наурызды тойламай ма?» деді ата тышқан мұңайып. «Қайдағы той? Адамдар бұл ұлыстың ұлы күнінде үйлерінен де шықпайды. Тауға барып, жау қасында термейді. Өзің бұлай ескеші, қаланың іші дәріс асып кетті» деп ит мұрнын көкке көтеріп ұлып жіберді. Төрт тышқанда ауаны иіскеп қалып еді. Шынында да бұрын алма иісі аңқитын даланың іші дәріс асып кетіпті. Ана тышқан балаларына: «Қап, енді қайттық. Баяғыда адамдар Наурыз мейрамы келгенде, ұлыстың ұлы күні әз Наурыз келді деп қуанып, Наурыз көже пісіріп, ұлы соң болсын, ақ мол болсын, пәле жала жергенсін деп тойлатып жатушы еді. Олар мерекелеп жатқанда біз де қазан ошақ жақты жағалап, бір тоятынбыз. Ойын сауық дегенің бір аптаға ұласып, Наурыз деген бір берекелі ай болатын. Енді аш қалатын болдық-ау балаларым» деді жыламсырап. «Тәйтар, жаманшылық шақырмай» деп ата тышқан ана тышқанға зекіп жіберді. «Адамдар бар жерде ырыс бар емес пе? Бір мәнісі болар. Олардың үйлеріне кірсек те аш болмаймыз» деді ол. «Негізі адам деген күшті жаратылыс қой. Қазір олар тәж-тажалмен күресіп жатыр. Жақында бәрін жеңіп сыртқа шығады. Қайнаған тірлік басталады. Адамдар қоқысқа көп тамақ тастайды, соны жейміз. Сендерге де жетеді» деп қой дейді. «Ал жақсы, онда біз қаланы шарлайық» деп итпен қош айтысқан тышқандар қаланы аралап үнсіз жортып келе жатты. Біз жыл басымыз, жыл патшасымыз деп өсіп келе жатқан тышқандардың өрекпіген көңілі су сепкендей басылып, бір-біріне үрпиісіп қарап қояды. Олар тағы біраз жүргенде алыстан ала мысықтың қарасын байқап қалды. Жан ұшыра «Ойбай, мысық!» деп шыңғырып жіберді тышқандар. Алдында келе жатқан ата тышқан алақ-жұлақ жан-жағына қарады. Балалар
анасының құйрығына жармаса кетті. Бұларды байқап қалған ала мысық жолдың ар жағынан жотасын күжірейтіп, бұларға сес көрсетті. Ата жауын көргендей алдыңғы екі аяғымен жер тіреп, көздерінен зәр шаша қарайды. Оның қаһарын алыстан сезген ата тышқанның зәресі ұшып, «Қашыңдар, тығылыңдар!» деді де өзі алдыға түсіп зымырай жөнелді. Үшеуі соңынан еріп келеді. Құдай сақтағанда ала мысықты адастырып кетті. Бойларын үрей билеген төрт тышқан сол зытқанынан зытып отырып, орталық демалыс саябағынан бір-ақ шықты. Мұнда да өлі тыныштық орнапты. О, заман-ай! Бір кездері мына дәу қақпадан адамдар кіріп шығып, бақ ішінде ән шырқалып, балалар әткеншектерде тербетіліп, күліп ойнап жатушы еді. Анау асхананың маңында аста төк тамақ көп болатын, алыстан тамақ иісі мұрныңды жарып, өзіне арбап шақырады. Бүгін оның ешқандай дейісі жоқ. Есіктері тарс жабық. Қоқыс жәшігі де қаңғырап бос тұр екен. Сонда да үмітсіз шайтан деп жақындай беріп еді. Жәшіктердің артында екі мысық бажылдасып төбелесіп, әлденеге таласып жатқан байқап қалды. О, сорлағандар-ай, аш шығар! Тышқандар олардың көлеңкесінен шошып, тағы да қаша жөнелді. Өздері аш, әбден шаршаған еді. Бірінші бала тышқан, осы мысық дегеннен қашып-ақ өлетін болдық қой, неге сонша қорқамыз, деді бұртиып. Ойбай, өшірініңді, ол біздің бабаларымыздың ата жауы, деп шошып кетті ата тышқан. Біздің бабамыз ақылды, айлалы деп едіңіз ғой, деді екінші бала тышқан. Әй, сол айлалығымыздан ғана мысық деген бәленің қолына түспей жүрміз емес пе? Әйтпесе ол нақұрыс бізді түтіп жейтін еді, деді ана тышқан. Әй, бұл дүниеде әділет жоқ қой, жоқ. Әйтпесе адамдар жылбас деп мойындаған тышқан әулетін жүні жалбырған мысық басына ма деп күйінді ата тышқан. Әкесі, сабыр етіңіз. Жаратушының жалғыз заңын кім бұза алады? Күштінің аты күшті болады. Бізді соған бағыныш етіп қойды ғой, деп күрсінді ана тышқан. Әй, мына мысық дегеннің өзі жер бетінде күшті жануар екен ғой, деп ойлады бала тышқандар. Сөйтіп төртеуі сол жүргеннен хайуанаттар бағына жетті. Мұнда да адамның қарасы көрінбейді. Барлық хайуандар темір тордың арғы жағында аласырып жүр екен. Ұзын тұмсығын көкке созып піл бақырып, арыстан ақырып, қасқыр ұлып, түлкі қыңсылап, барлығы сондай бір үрейлі дыбыс шығарып, хайуанаттар бағының ішін азан-қазан қылып жатыр. Қорбаңдаған аю, жанары жәудіреген елік, тау ешкі, маймыл дейсің бе, қоян, тотықұс, қырғауыл, дәу жылан, домаланған тасбақа, кірпі, басқа да аң біткен, бір-біріне жапсарлас қоршауда күңіреніп, жандарын қоярға жер таппай жүр. Мұны көрген ата тышқан, мыналардың қал жағдайын білейік, деді. Қойыңыз, аш болса бізді жеп қояр, деді ана тышқан. Әй, бұлар тышқан етін жемейді. Оларға арнайы тамақ беріледі. Әрі олар қоршауда тұр ғой. Бізге тиісе алмайды. Біз еркіндіктеміз. Қауіп төнсе қаша жөнелеміз. Балалар, көрдіңдер ме? Басың азат болған қандай жақсы. Ана арыстанның ақырғанын қайтейін. Қамауда тұрған соң айбаттанған бізге 5 тиын. Біз кішкентай болсақ та азатпыз. Өз бостандығымыз өзімізде. Соның арқасында мінекей ел көріп, жер шарлап жүрміз, деп мақтанды ата тышқан. Мен ана маймылмен сөйлесіп келейін, деп торға асылып тұрған маймылға таяу барып, әй, маймыл, қалың қалай, деп амандасып басын иді. Сәлем, жылбас тышқан, деді маймыл да басын иіп. Өзін жылбас дегенге масайраған тышқан, ай, не болды? Бұрын торыңда секіріп, жан таппаушы едің,
басылып қалыпсың ғой. Ой, шеке, сұрама. Адам баласына тәж-тажал деген бір ауру келіп, үйлерінен шықпай қалды. Бізге жоламайды. Тамағымызды да өте аз береді. Бұрын осынан ары-бері өтіп, бізді тамашалап, балалар маған банан, тәтті нан лақтыратын, қағып алып тамсана жейтін. Ендігі тұрысымды көрдің бе? Мінекей, ешкімге керегім жоқ деп жыламсырады бас салбырап. Біздің қызығымыз да, қуанышымыз да адамдар екен ғой. Маған сәбіз бен алманы үйіп тастаушы еді. Кірпіге де сөйтетін. Ендігі жатысымызды қарашы. Міне бүрісіп деп, ана жақтан қоян шағынды. Шаңқ етіп тотығыз. Өй, тышқан досым, адамдар ең сұлу қыздарын тотыдайын таранған деп маған теңеуші еді. Қанатымнан түскен қауырсынды төрлеріне іліп қадірлейтін. Міне, мына жаман аурудан шошып, байқұс адамдар біз тұрмақ өз туыстарына да бармайды. Соларға деген сағыныштан өлетін болдым деп өксіп жылады тотығыз. Адамдарға керек болса, мен уымды берейін. Ана тәж-тажалдың емі табылмай жатыр дейді. Дәр жасасын. Менен сәлем айта бар. Сен бізге қарағанда бостандықтасың ғой, тышқан. Өзің биыл жыл патшасы болдың деп жылан басын көтеріп сәлем жолдады. Ата тышқан әйелі мен балаларының алдында марқайып, қоршаудағыларға қарап, «Ай, хайуанаттағы ағайындар, жыл басы ретінде сәлемдеріңді адамдарға жеткізем. Сендер де шыдаңдар. Жақында адамдар карантиннен шығады, далаға шығып, тірліктеріңе кіріседі, сендерге келет» деп үміттендірді. Өзің де аман бол шеке деп, хайуандар тышқандарға өз қоршауларында тұрып, қолдарын бұлғасты. Үлкен жауапкершілік жүктеген ата тышқан, отбасы мүшелерімен қол ұстаса жүгірген қалпы, үлкен зәулім бір үйге зып етіп кіріп кетті. Бұл адамның үйі. Бір тесіктен зу етіп жүгіріп шықса, алдарынан адам қарсы жолығып, «Ой, тышқан келіп қалыпты ғой, бізге жыл басы келді. Биылғы жыл тышқан жыл емес пе? Үйімізге береке мен несібе келді алақай. Ұрпағымыз енді тышқанның балаларындай көбейеді» деп қуанып, кесеге сүт құйып, жанына піскен ет қойды. Бұл құрметке қуанған тышқандар адамға, «Уа адам, жан-жануар атаулы сізге сәлем жолдауда. Адамдарсыз өміріміз өмір емес екен» деп жатыр. Тәж-тажалдан тезірек құтылып, қайтадан қуана қауышайықшы. Керек болса, қолымызда барымыздан қарасайық, жыланның уынан дәрі жасап берейік деген ыстық сәлемдерін жолдады деп, басын еп тұрып, тапсырманы жеткізді. Рахмет, елші тышқан. Қазір әлемдегі адамзат атаулы, біз бәріміз біргеміз деген ұран астында бірігіп жатыр. Адамдар бірге болғанда жеңілмейтін ауру жоқ. Тәж-тажалды да өзің шыққан ініне қуып тығамыз. Биылғы тышқан жылын жақында үлкен жеңіспен бастаймыз деп, адам тышқандарды жылы сөзімен бір серпілтіп тастады. Ата тышқан отбасы мүшелеріне маңғаздана көз тастап, «Көрдіңдер ме? Біздің де адамдарсыз күніміз жоқ. Біз де адамдармен біргеміз» деп, адамның бұларға қойған дәміне тойып алып, өз жолдарымен кетті.